Tete piştin ne pişiremez. Kanım asıp gitti koy. Бүгін мен жүгері күртік дайындайтын болам. Жүгері күртік дайындау үшін бізге ең алдымен жүгері ұны керек болады. Сосын жүгері ұнды қайнаған сумен қаритын боламыз. Қамыр болғанша дайындайтын боламыз. Сосын оны жақсылап жасап болғаннан кейін ішіне май құюды ұмытпаймыз. Қамырымыз дайын болғанша біз газге қазанымызды қойып, етімізді қуырып алатын боламыз. Сосын қасына пиязды да ұмытпайтын боламыз. Біздің жүгері қамырымыз дайын болды, өте күшті жұмсақ болып шықты. Қамырымыз дайын болды, енді етімізге кірісіп кетейік. Қазанымызға майды құйып, қызып болғаннан кейін етімізді сала беретін боламыз. Қасына пиязды да салып, оны барлығын араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін біз картопымызды аша беретін боламыз. Картопты да болғаннан кейін біз қамырымызға кірісіп кететін боламыз. Қамырымызды домалақтап, үстіне басып, домалақ формасын шығаратын боламыз. Сосын қуырып жатқан етімізге тұз және де томатты салып, барлығын араластыратын боламыз. Барлығын болғаннан кейін ыстық суды құйып, қайнаймын дегендейін біз күтетін боламыз. Біздің сорпамыз қайнады және де картоптарды салатын боламыз. Біздің жүгері күртігіміз дайын болды, өте күшті болды, жұмсақ және де сорпамен бірге өте күшті кетті. Осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.